Есаманның шешесі 50 жастағы ұлын тәрбиелеген ана туралы әңгіме. Құрметті оқырман, каналыма тіркеліп, әңгіме ұнаған болса лайк басып, комментарийде өз ойларыңызды бөлісіңіздер. Бұл ауылдың еркек кіндіктілері намазға жығылудың орнына 4-5 жылдан бері араққа жығылып жатыр. Жығылмағанның қалғаны алды 7, соңы 4 жылдар арқалап түрмеде отыр. Бәрінің де қылмыстарының түрі мал ұрлаған, төбелескен, суық қару ұстаған. Анау темір қақпалы Злиханың үйінің бір бүйіріндегі кішкентай дүкен жақсы болды. Күні-түні есігі ашық, арақ сатылатын жер осы. Бастарын қылқитып барады да тұрады сол жерге. Арақтың пайдасынан жағдайын түзеп алған Злиха, өліп бара жатырмын деп босағасында боздағандарға да бір жартыны тегін бермейді. Бұрындары қарыздарын дәптерге жаздырып, азын-аулақ азық-түлікке қосып шөлмектерін алып кете беретін. Жиналған қарызының өтемін қозыдай, лақтай, тіпті кейде қойдай беріп те жүрді. Кейін Злиха мал басы жоқ үйлерге қарыз жазып беруді саптай тиіп тастады. Злиханың дүкенін сыртынан торуылдап жүреді де, ақыры еш нәрсе шықпаған соң тиын-тебен тауып сатып алып кетеді. Таң атпай бас жазуға 1-2 бөтелке жетіп жатыр. Кешке дейін сосын есалаң болып жүргені. Ертең жұмыс қояйық дейтін ауылда жұмыс жоқ. Бүгін де солай, ертең, арғы күні де осы. Үй ішінде малды шығарып, кіргізіп, жайлап деген сияқты ұсақ-түйек шаруалармен жігілейін десе, қорада мал басының көрінбегені қашан. Есік алдындағы қора қопсыда мал болмаған соң, оның да қиюы қашып, аңғал-саңғал қалпы жарбиып қалды. Үкіметтің жұмысы болмаса, қараптан қарап отырып өлесіңдер ме? Ата-бабаңның айналысқан тірліктеріне көшсеңдерші. Есік алдын тұрмалап бақша ек, ең болмаса бір дорба картоп салып, соны күтсеңдерші. Атаңа нәлеттер-ау. Жынды судан өлдіңдер ме? Тегі. Отбасыларыңды ойласаңдаршы бір мезгіл. Бізді әке-шешелеріміз малмен асырап бақты ғой. Колхоздан ақша алып, қолдарына ұстап санап отырғанын көрмедік. Не базарлап бір нәрсе сатып алып, арқа-жарқа болғанын да байқамаппыз. Малды сойып тамақ ететін, малды сатып қаражат қылатын. Сонымен күнелттік өзімізде. Мына заманның жынды суы сендерді емес, қайта сендер жынды судың несін алып кеттіңдер ғой, деп осы ауылда өмірі қарап отыруды білмейтін темір ұстасы болған Әбдікәрім шал шыңылдатып төсекке балғасын соғып отырып, ақша сұрай барғандарға, не болмаса адам басы жиналған құдайда, той-томалақта, дастархан басында жөн сілтеп, сөздің парқын білетіндерді жақсылыққа итермелейтін еді. Ол да алдыңғы жылы қайтыс болып кетіп, орны ойсырап қалды. Бұдан өзге ақыл айтатын жеке басының қадірі бар ақсақал жоқ. Бір нәрсе дер болса, оның бұрынғысын жақсы білетіндер, ақылыңды басыңа шайнап жақ. Ақылың өзіңе, кеше емес пе сенің де ішіп жүргенің деп, бетіне кінәсін баса салады. Сондай сөз естуден жалтақтайды ма? Әлде жаратылыстағы бар болғандықтарының түрі сол ма? Ара-тұра ішуден қалған үлкендердің өзі, қойшы, ақыл неге керек? Ішкісі келіп тұрғандарға деп қолын бір сілтейді. Мұндайлардың көбі зейнетке шықса да сақал қоюда арсынып, тұқыртып, ектерін қырып, үлкендікке мойын бұра қоймағандар. Басқаларына сөз батпайды. Арақ арбап алғаны сондай, қатын баласынан айырылса да, шөлмек шіркіннен айырылғысы жоқ. Балалар мен жасты кішілерменен қосылып отырып арақ ішуден қысылып көрген емес. Қайта оларды осы ащы суға өздері итермелеп, кел, алып қояйық, бұл дүниеде не көріп жатырсыңдар? Армия сендерді алмайды. Оқу миларыңа қонбайды.
үйленейін десеңдер, жұмыссыз сандалып жүрген сендерге қазір қыз да қарамайды да, тимейді де. Өз беттеріңше тірлікке ақшаларың жоқ әкең. Мына өмірге зығырданың қайнайды. Тек еститінің қатынның айқайы ғана. Одан да рахаттанып алып қояйық деп қан соғыстырып отырғаны. Осы тиіп қашпа алып қояқтардың қатарына тұрақты мүше болып қосыла алмай, не болмаса алаңсыз олардан күдерін үзе алмай, сәрі бел ортада жүрген жалғыз еркек бар. Ол Исаман. Өйткені Исаманның басқалардай емес, жегілген шаруасы бар. Қолдағы 2 сиырын бағады. Жаз болса қауын егеді, шөп шабады, қора қопсы жөндейді. Әйтеуір тірліктен арылта қоймайды. Мұны осындай тірлікке жегіп, қолын босатпайтын үйіндегі 80-нен асқан шешесі. Исаман бұрын колхоздың барлық шаруасына араласқан адам. Оның қолынан бәрі келеді. Темірден түйін түйген шебер, тракторда айдайды, малда бақты, құрылысшы да болды, егін де екті. Басшылар қайда жұмсаса сөзге келмей, шаруашылықтардың түрлі жұмыстарында жүрді. Адал ісіне мақтау қағаздарды алып, бір кезде аудандық газетте де суреттері шыққан адам. Шешесі әлі күнге дейін сол суретті бар газетті жұртқа көрсетіп мақтанудан жалыққан емес. Исаманның өмірі аурудан жазылмайтын, ана жеріңнің ауруы жазылса, мына жерім деп отыратын еркелеу әйелі мектепте оқитын 2 кішкентай ұл баласы бар. Исаман ешкімнің көңілін қалдырмайды. Сол көңілшектігінен кейде «Әп, Есеке, енді бізді ұмыттың ба? Бір шөлмектің басында отырып тастап кетесің бе? Мынаны тауысып кетсейші» дегенге көне салады. Сүйте тұра таяқ ұстамаса жүре алмайтын кемпір шешесінен өлердей қорқады. «Алдабай, алып қояйық. Апам осы жаққа кеткенімді білсе, қазір жетіп келеді де бәрімізді қырады» деп компандас болып отырғандарды асықтырады. «Келе берсін, өзіміздің апамыз ғой. Ол кісіні бұлай құшақтап көтереміз де төрге отыра тұр апа дейміз», дейді араларынан біреуі. «Я дерсің, ол кемпір бас көзге қарамай таяқпен салады ғой. Ей құдай, таяғында жаймен ұстап алып, мына жаққа қоя тұрамыз ғой». «Жоқ, үйтуге болмайды. Апам келсе, бәрінен де мен құраймын. Кетем үйге» деп Исаман асығып 1-2 рюмкені соғыстыра, көзін жұмып тартып жібереді де келген ізімен қайта кетеді. Мұны білетін ауылдағылар Исаманның бұл қылығын шешесінен қатты қорқатыны демейді, қатты сыйлағаны дейді. Қалай болғанда да Исаман шешесінің бетіне әлдекімдерше қарсы келіп көрген емес. Елуге жақындап қалса да, балаларының көзінше ұрысып тәрбиелеп отырған шешесіне «Ту, апа-ай, енді қойдым ғой, қойдым, ішпеймін, я бармаймын, я сүйтем, ұрса бермеші енді» деп басын төмен салбыратып отырғаны. Қос қолымен таяғын жерге мығымдап ұстап алған кемпір жерден алып жерге салып ұрсып әбден шаршаған соң «А Құдай, осы жалғыздың басына ми бер, ақыл бер, жындысудан қашық қыл» деп күбірлеп жаратқан иеден жалбарынып көмек сұрап барып басылады. Бұл талай қайталанған үйреншікті жайт. Біреу сөзін сөйлесе жаман атты болып несі бар? Исаманның әйелі күйеуінде шаруасы жоқ. Басқа елдердей өйт, бүйт деп ақыл айтпайды. Қайда жүр деп іздеу салмайды. Кім кездессе де өзінің 99 ауруының жырын жырлап отырғаны. Осы түнімен сол жақ бүйрегімнен де, оң жақ бүйрегімнен де шаншу қадалып, мына жамбарсымда сырқырап, аяғымның табаны тартылып, құмға түссем бе, қайтеменді деп отырғаны. Келінің бұл қылығына енесі де үйренген. «А, бүгін ауырып қалдың ба?» деп жанашырлық білдіре қоймайды. Естімеген қалыпта отыра береді. Өзі 80-ге келсе де бір жері ауырып көрген емес. Келінің күнде таусылмайтын ауруын түсінбеуі де мүмкін. Сорлағанда құлақ шіркіннен сорлап тұр. Естуі нашар.
Әйтпесе келін шағымданып отырған оң бүйрек қай жерде, сол бүйрек пен жүрек қай жерде білген емес. Ананың бар арманы осы Есаманның жұрт қатарлы адам болуы. Кемпірдің ойынша ұлында әлі саны толық емес. Толық болса арақ ала ма аузына? Өзі өліп қалса Есаманның отбасы бір далада қалатындай. Сондықтан көз тірісінде жалғыз ұлын шегелеп отырып түсіндіруден жалықпай, бәле жала жапсатын жерден сақтандырып отыру керек. Ал кемпір тыныш болу үшін Есаман тура көз алдында шаруасын істеп қана жүруі тиіс. Бүгін таң атысымен есік алдындағы кесілген қисық бөренеге жар биіп отырған кемпір самаурынға отын жарып жатқан немерелерінен: «Әлгі ит қайда жүр, а? Қай жаққа жым-жылас жоғалып кетті? Өмірзақтың топашымен өзі бір жерде ішіп отырған жоқ па? Күн сәске болды ғой. Анау қауындыққа неғып кетпей жатырсыңдар? Түс болып, күн шыжығанда не жұмыс болады?» деп сұрады. «Ол ит былай қарай кетті, әже», дейді кішкене немересі әкесін айтып тұрғанын біліп, кеткен жақты қолмен нұсқай. «Бар жүгір, шақырып кел. Әжем келе жатыр де, соямын сол жерде отырғандарды түгел». «Білдім, одан ол Нартайдың үйінде десейші». «О, оңбағарлар. Әкесі марқұм Нартайдай әнші болсын деп атын Нартай қойып еді. Атасының басы деуді білгені былай тұрсын, салынып ішіп пьянчик атанды. Көгермегір шешесінің соры, пәдемі қатынынан бір айырылды осы арамарақтың кесірінен. Енді өзімен қосып жұрттың бәрін пьянчик етпекші ғой. Осындай жексұрындарды Құдайды ала қойса ғой, көзге күйік қылмай. Біздің көкем ішпейді ғой», деп екінші немересі әкесін ақтағандай болды. «Ішпесе ол үй жақта неғып жүр? Адам бар ғой. Бір иіс сезсем, әкеңді өлтірем. Мына таяқ сынып біткенше ұрам». Немересі әжесінің сырын біледі. Бұл кемпір ұрам десе ұрады. Көкесін бұлардың көзінше талай сабаған. Сонда Есаман бір ауыз артық еш нәрсе демейді-ау. Былтыр қайдан ішкені белгісіз қысыр қалған сиырын балаларға киім әперім деп базарға алып барып сатып, сол күні аздап ұрттап келген. Малдың ақшасын кемпірге санап беріп отырғанда шешесі Есаманға: «Кірау, ішкенсің бе?» дейді ғой. «Я апа, кішкентай ғой. Бір шай кесе ғана іштім. Пиба ғой, пибаның иісі». Есаман өтірік те айта алмайды. Сол-ақ екен, кемпір қолындағы жейдеден жасалған таяқпен ұлының басына перді келіп. Есаманның маңдайынан қып-қызыл қан су ете қалды. Самаурының шетінде отырған келіннің жан даусы шықты: «Ойбай апау, қойсай енді, қойсай, өледі ғой». «Өлсе өлсін», кемпір төмпелеп жатыр. «Әй сорлы, түрегелде, кетсе сол орныңа, басыңды тоспай». Әйел шырылдап Есаманның аяқ жағынан келіп, аяғынан тартты. Жүгіріп келген немересінің үлкен әжесінің таяғын ұстап тұрып қалды. «Әже, қойшы енді, көкем өледі ғой». Кемпір қояр емес. «Мен саған ішпе дебем ғой». Есаманның бір кезде даусы шықтау: «Ойбай апа, қойшы енді, басым, ойбай апа, мына басымдай, енді ішпеймін ғой, пиба ғой ішкенім, өллахи, пиба іштім». Баласын ұрамын деп кемпір ентігіп әбден болдырды. Содан соң киер кимес қып аяғына галошын сүйретті де далаға шығып кетті. Есаманды әйелі балалары ортаға алды. Қаны сорғалаған шекесіне йодпен сүртті ме, жоқ зеленка жақты ма, аққан қанмен қосып жағалын шығарған әйелі: «Сорлау, тура таяғыңның астына жатып, басыңды тосып тұрғаның не? Ең болмаса басыңды бұрып әкетпейсің бе? Былай немесе түргеліп кетсең де болатын еді ғой», десе үлкен ұлы: «Я, көке, әжемнің таяғын тартып алмайсың ба?» деді. Далада отырған шешесі тағы да Құдайға жалбарынып: «А Құдай,
Жалғыздың баға жалбарынып, Құдай, жалғыздың басын жарып тастадым ба, не істедім? Кешіре көр. Жалғызды бала-шағасымен аман қыла көр. Ақылынан айыра көрме. Жынды судан аулақ ете көр, деп әдеттегідей күбіріне басты. Арақ ішу асқынып бара жатқан ауылдың түрін көріп кемпір Құдайға не деп жалбарынарын білмейді. Басқаларға бәрі бір сияқты. Құдай-ау, бұл жалғыздың бара-бара күні не болар екен? Қашан құра берем, айта берем, тіпті ойлап берсем, менің есаманымды да кінәлі емес сияқты. Анталап бәрі іш дейді де тұрады. Көңілшек сорлы ешкімнің бетін қайтармайды. Ол маскүнем болып кетсе, ертең қатын баласына кім қарайды? Үйге кім ие болады? Мына бір жынды су шығарып, оны сатып, ел-елге таратып отырған адамдардың басына неге ес жоқ? Құдайдан олар неге қорықпайды? Имансыздар-ай, деп ойлады да кенеттен есіне арақ сататын Зылиха түсе қалды. Пәле осы қатында. Ауылдағы бар еркекті бұзып болды. Неге арақ сатады ей? Ақшаға құныққан неме, Құдайдан қорықпайтын, обал сауапты білмейтін. Барайын да айтайын. Дүкенін жапсын, не болмаса арақ сатпайтын болсын. Бағана әкесін шақырып келуге жұмсаған немересінің де баласы Исаманның да төбесі әлі көрінбейді. Кемпір бүкірейген күйі, қолындағы жиде таяғына сүйенген күйінде Зылиханың үйін бетке алды. Кемпір үйден шыға бергенде жүрегі қатты-қатты соғып, ентіккендей болған. Өмір ауырып көрмеген, оны елеген жоқ. Жүрісін тоқтатпады. Бір уақыт құлағы шыңылдады. Денесі қара терге түсті. Көз алды кіреу келеніп, дым көрінбегендей болды. Жол жиегіне отыра кетті ентігіп. Уа Алла, ла илаха иллаллах, деп өзінше тілін калимаға келтіріп жатты. Нартайдың үйінен сүріне қабына баласына еріп шыққан Исаман үйіне жетер-жетпесте бір шоғыр адамның жол жиегінде үрпейсіп тұрғанын, жол жиегінде шаңда сұлап жатқан шешесін көргенде тұла бойы мұздап сала берді. Апау, өлме апау, өлме тұра тұршы. Міне мен келдім, Исаманмын ғой, қасында тұрмын апа. Естейсің бе, көзіңді ашшы апа. Апау, түк ішкенім жоқ апа, деді көз жасын көлдете Исаман. Кемпір көзін ашқан жоқ. Апа, әппақ шүберектей өңі ағарып, ерні кезеріп кетіпті. Көптің аты көп. Жиналып кемпірді кенепке салып, көтеріп үйге әкелді. Құлыным, кеш мені. Төргі көрпешеге қойып жатқанда кемпірдің тілі ап-анық қып осыны айтты. Ішпе құлыным, ие бол үйге, сөйтті де жүре берді. Исаман жас емес, 50-ден асып барады. Ішпейді. Шешесіне берген уәдесін берік ұстады. Қазір ауылдағыларға бас болып, қойсаңдаршы осы арақ дегенді. Үкімет ауылға бет бұрып жатыр. Жерге бір нәрсе егіп, оны-мұны тірлік жасаңдар. Отбасыларыңды асырауға тырысыңдар. Сіздерің жұмылмасаңдар, ешкім көмек бермейді мына заманда, деп ақыл айтып жүр. Екі ұлымен кесе құйып, жаңа үй тұрғызды. Есік алдындағы сарайын кеңейтті. Малының да басы баршылық. Ұлының үлкені қалада политехникалық техникумда 2-ші курста оқып жатыр. Кішісі қасында, мектепті енді бітіреді. Шаруаға ол да пысық. Исаманның құрдастары қайтсын, шешесінің таяғы өтіп кеткен, енді ол араққа қайтып келмейді деп күлетінді шығарды. Не десе де Исаман арақ дегеннен бойын аулақ ұстайтын болды. Ал кемпірдің жиде таяғын келіні қастерлеп, түкті кілем тұсына жібек бау тағып іліп қойды. Құрметті оқырман, әңгімемді соңына дейін тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Әңгімем ұнаған болса, лайк басып, комментарийде өз ойларыңызды бөлісіңіздер.
Өзге де әңгімелерімді каналымнан тыңдай аласыздар. Каналыма тіркеліп, колокольчикті басып қойыңыздар.